Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu aleyhi вассалам. Имам Тахауидің мына сөзіне келіп тоқтадық. Ла таблуғухул аухам, ва ла тудрикухул афхам. Жазып алайық, қазақшасын айтайын. Аллаға ойлар жете алмайды. Аллаға былай жазыңыздар. Аллаға ойлар және ақылдар жете алмайды. Аллаға ойлар және ақылдар. Ойлар және ақылдар жете алмайды. Аллаға ойлар және ақылдар жете алмайды. Яғни Алла Тағаланы оймен, ақылмен қамти алмайсың. Түсінікті ме? Аллаға ойлар және ақылдар жете алмайды. Яғни ойыңмен, адам ойымен қиялдайды екен да, ақылмен суреттейді екен. Ойыңмен қанша қиялдасаң да, Алланың қолы бар екен, жүзі бар екен деп, балтыр бар екен деп, ойың оған жете алмайды. Қанша қиялдасаң да жете алмайсың. Ал енді ақылмен қанша суреттесең де, Алла Тағала мынандай екен, мынандай екен деп, ақылмен де не істей алмайсың, Аллаға жете алмайсың. Алланы суреттей алмайсың. Оймен қиялдайды, ақылмен суреттейді. Осы екеуімен де болмайды екен. Түсінікті ме? Қиял деген нәрсені айттық алдында. Қиял деген не? Көрген нәрсеңді қиялдайсың. Ал көрмеген нәрсеңді қалай қиялдайсың? Қазір мен сіздерге осы жерде мысалға десятка десем, ойларыңызбен қиялдай бересіз. Анандай машина екен, Ресейдің машинасы деп те. Көрдіңіз өйткені. А көрмеген нәрсеңіз қалай қиялдайсыз? Дұрыс па? Тума соқыр адамға сары деген түс бар, ақ деген түс бар десең, ол қиялдай алмайды, өйткені ол көрмеген ғой. Қалай ол? Сол сияқты көрдіңіз ба? Енді осы мысал беріп былай түсіндіріп жіберейін алдында. Қазір былай шкала сияқты сызып жіберейік. Мынау 100%. Ортада 50%. Мына жерде 0 дейік. Ортадағын шәк деп айтады, күмән. Екі нәрсе тең болып қалатын болса, күмән болады. Мысалға енді қалай айтса болады? Мысалы, бір адам Алла сақтасын енді. Мысалы, кейбір адамдар о дүниеге сенбейтіндер де болады, бірақ күмәнда қалатын адамдар болады, я? Осы бар ма жоқ па екен деген сияқты күмәнда болады. Бұны шәк дейді, күмән деп айтады бұны. Шәк. Күмән. Ортадағы, түсінікті ме? Ал осы 0 мен 50-дің арасын уәһәм деп айтады. Жаңа айтты ғой. Уәһәмдер Аллаға жете алмайды деген не? Біз ой деп аударып жатырмыз ғой. Уәһәм деген сол. Уәһәм дейтін күмәннен де төмен. Мына 1 мен 50-дің арасындағы. Міне 1 деп қойын. 0 қойын, жоқ қой. 1 деп пайыз деп қойын, 1 мен 50-дің арасын бұны не деп айтады? Уәһәм деп айтады. Енді біз оны ой деп айтып жатырмыз. Мына аралықта міне бүйтіп қойын. Бұны уәһәм дейді. Яғни біз жаңа ой дедік, ойлар не істей алмайды дедік, Аллаға жете алмайды дедік. Ал мынаның арасы, мынаны зон деп айтады. Зон.
мынау енді 100%. Ұлан дейді. Мынаны ақыл дей берейін. Ақыл болады мынау 100%, мынау 0% уже ақымақ болады. Ақылсыз адамды не деп айтады бізде? Жоқ, ақыл жоқ. Не деп айтамыз оны ақыл жоқты? Ақылсыз, е? Жынды адам ғой. Жынды адам ол ақылсыз адам ғой. Түсініп отырсыздар ғой жалпы, е? 0 дейтін жоқ вообще, ақыл жоқ деген сөз, е? 100% мына ақыл бар. Уахым, мағо, уахым. Ол былай, мысал келтіріп жіберейін қазір. Алдындағы сияқты ғой қазір. Қараңыздар, мысал келтіріп жіберейік. Мен бір нәрсе салып жатырмын, я? Бір нәрсе істеп жатырмын. Бұл уже не болады? Бұл уже уахымге кетеді, мен істеп жатырмын. Бірақ әлі күмәнға жеткен жоқ. Қазір қараңыздар. Сізге не пайда болып жатыр, уже мен былай салып жатқанда, не ойлап жатсыздар, а? Бірақ толық машина деп айта алмай тұрсыз. Толыққанда айта алмай тұрсыз. Тіпті шәкке де жете алмай тұрсыз. Былайда былай ма деген сияқты. Дұрыс па? Әлі оған сіз әлі мына жақта жүрсіз, әлі мынаған жеткен жоқсыз, ортаға әлі. Мына жақта жүрсіз әлі. Өйткені әлі толық біткен жоқ қой бұл. Түсінікті ма? Бұл қазір уахым болып жатыр. Адам оймен қиялдап жатыр. Түсінікті ма? Уахым болып жатыр. Так, мынандай салдық. Үстіне мынандай салдық. Енді сізге не келіп жатыр? Енді бұл жерде де машина немесе прицеп немесе. Машина немесе прицеп, я. Машина өз жүре алады, прицеп өз жүре алмайды ғой, енді сүйрейді. Енді бұл жер сізге не келді? Сіз бұл жер өз күмәнға келдіңіз. Мына жақтан келе жатырып, сіз қазір неге де тұрсыз қазір? Не машина немесе прицеп. Дұрыс па? Қазір шәк күмәнда тұрсыз әлі. Бірақ әлі толыққанда айта алмай тұрсыз. Енді ары қарай шамалап енді. Рөл салғаннан кейін уже белгілі, я? Иә. Осы сізге прицептен рөл жоқ қой, рөл салғаннан кейін, адам жүргізе алатын болғаннан кейін, осы сізге не түсті? Болды. Ары қарай уже ақыл не деп айтты? Бұны 100%-ға барды да, мынаны көлік деп айтты. Көлік деп айтты. Түсінікті ма? Көлік деп айтты. Яғни деталін бәрін салғаннан кейін не болды? Уже көлік екенін айтып тұр бізге. Дұрыс па? Не болып шықты мынау сонда? Ақыл не деп айтты? Көлік деп айтты. 100% болды. Міне, тіпті имам Тахауи не деп айтты? Аллаға ақылдар жете алмайды деген жоқ, бірінші, ойлар жете алмайды деді. Уахамдер. Сонда былайша айтқанда 1% Аллаға жете алмайды екен. Сен мына жақты қоя тұр әлі. Уахам не деп айттық? Уахам дегеніміз 1%-дан 49-ға дейін не болады ол? 49-ға дейін уахам болады. Ал 0 болса уже ақыл жоқ деген сөз ғой, уже ақылсыз деген болады ол. Яғни 1%-дан 49-ға дейін уахам болады ол. Уахам дейтін детальдар ғой, былайша айтқанда. Детальдар болады ғой, жаңағыдай машинаның. Бір несі, я, құрастырылып жатыр былайша айтқанда әр. Ал енді ортасына барған кезде, осы сенде екі вариант шығатын болса егер, не машина немесе прицеп деген сияқты, онда сен уахамна кетіп қалдың деген сөз. Осы сен күмәнға келдің. Бірақ екі вариант бар да сенде. Түсінікті ма? Енді екі вариант өзін істеп жатқан кезде шығып жатыр. Біреу атып кетті ма, көлік деп, ақыл не деп айтады, одан кейін міне. Ақыл сурет деді. Не? Көлік деп айтты. Я, көлік. Яғни екі вариант шыққанда машинама принципі дауыс беріп жатады, көбейіп жатады ғой. Мына жер қазір көбейіп жатыр, сол көбейіп жатыр. Біреу атып шықты ма, ол не дейді ақыл оны, одан кейін көлік деп айтады. Тіпті адам 1%-да ести алмайды дейді, адамның ойы 1%-да Аллаға жете алмайды дейді. Сен 1%-да
ойыңмен Аллаға қиялдап жете алмайтын болсаң, қалғанына сен қалай жетесің, дұрыс па? Имам Тахауи соны айтып отыр. 1% оймен Аллаға жете алмайсың дейді. Енді кейде мынандай ойлар келеді, енді адамға келуі мүмкін. Енді кейбір бауырларымыз Алла аспанда деп айтады. Біз айтамыз ғой, енді Алла аспанда деп айту болмайды. Алла өзін жаратылысын қамтып тұрады. Қамту деген не ол? Қамтып тұрады деген не ол? Алла өзін мысалы қарашы, бір қараңғы түнде қаратасын үстінде қара құмырсқан жыбырлап баратқан Алла біле ма? Значит, Алла Тағала қамтып тұр деген сөз. Яғни Алланың білімінен еш нәрсе шығып кетпейді деген сөз. Алла бәрін біліп тұр, дұрыс па? Енді былайша айтқанда, адам былай суреттеу мүмкін. Қара, қалай айтсам болады қазір? Мысалы, мына кітапты қарайыншы, мысалы, мына кітап, кітап. Кітаптың ішінде жазулар, бот, син деген сияқты жазулар бар. Мен қазір бұл кітап не істеп тұрмын қазір мен? Қарап тұрмын және қамтып тұрмын. Өйткені қамтып тұрмын, яғни еш нәрсе шығып кетпейді. Өйткені мен бәрін біліп тұрмын. Тек ана жерде алиф тұр, мына жерде айын тұр, ана жерде хә тұр, көріп тұрмын ғой, қамтып тұрмын оны, дұрыс па? Значит, адамға мындай тасауыр келуі мүмкін да, суреттеу мүмкін, немесе оймен қиялдау мүмкін. Қандай? Значит, Алла Тағала осы әлемнен үлкен деген сияқты адамда келуі мүмкін да. Мен үлкен, мына кітапта үлкен болмасам қамти аламын ба мен бұны? Қамти алмаймын ғой, дұрыс па? Мен кітапта үлкен болғасы қамтып тұрмын да, дұрыс па? Адамға осындай ой келуі мүмкін, адам суреттей бастау мүмкін да, жайлап. Алла Тағала онда үлкен бір дене болған ғой деген сияқты, Алла сақтасын да, бір үлкен нәрсе болып тұр ғой деуі мүмкін да. Жоқ, соны айтып жатыр жаңағыдай. Аллаға адам оймен қиялдайды екен, ал ақылмен суреттейді екен. Мына ақылмен суреттейді. Мен машина көрген кезде мен уже суреттеймін оны, дұрыс па? Мысалы, қазір мен жерге айттым, десятка жоқ, комиссия айттым, десятка дедім. Көлік десятка деген кезде уже сіздер ақылмен істеп жатсыздар, оны суреттеп жатсыздар, көлікті, Ал уәһім ой дегеніміз ол детальдар ғой, былайша айтқан, детальдар. Дұрыс па? Мысалы айттым, қалай айтсам болады? Десятка машина 16 клапан дедім. Уже не? Сіз десятканы ақылмен суреттедіңіз де, яғни уәһіммен ішіне деталіне кіріп кеттіңіз. Былайша айтқанда, түсінікті ме? Былайша айтқанда, имам Тахауи соны айтып жатыр. Сен Алланы ақылмен суреттесең де, ішіне детально, түбегейлі ішіне кіріп нетсең де, уәһіммен ойласаң да, қиялдасаң да Аллаға жете алмайсың дейді. Түсінікті ме? Өйткені ғалымдар бұл жерде айтады, ақыл деген не нәрсе десе, ақыл дегеніміз ол қуатун дейді. Сондай бір қуат, Алла Тағала бізге сондай бір қуат беріп қойған екен де, күш беріп қойған. Қандай ол? Ол тудрикухул күллият дейді. Күлли нәрсеге. Мысалы, көлік тұрса, көлікті не деп айтам? Күлли деп айтам, барлығы деп айтам, общий. Түсінікті ме? Ақыл осы күлли нәрсеге жетеді екен. Ал уәһім деген, ой дегеніміз ол сондай бір қуат дейді, ол тудрикухул жузият дейді. Көліктің ішінде каждый детальдар бар ғой, соған жетеді. Соған жетеді. Түсінікті ме? Мысалға, мына телефон ғой. Телефонды мен нужне ақылмен суреттеп телефон деп айтам, дұрыс па? Ал ана уәһім дегеніміз бар ғой, уәһімде ой, ол телефон ішіндегі чип бар ма, соның барлығын біледі деген сөз. Түсінікті ме? Ақыл дегеніміз 5 сезім мүшесімен жетеді. Мысалға, ұстап көрем, көзбен көрем деген сияқты 5 сезім мүшесі бар ғой адамның, солмен көрем. Ал уәһім дегеніміз ол 5 сезім мүшесінен де ары қарай кетіп қалады, былайша айтқанда. Мысалға, телефон ішінде чип тұрса, оны ұстап көре аламын ба қазір? Жоқ. Қолмен жете алмаймын оған, дұрыс па? Немесе көзбен көріп тұрмын ба? Жоқ. Дәмін татып көре аламын ба? Жоқ. Иіскеп көре аламын ба? Жоқ. Оған тек қана менің нем жетіп тұр қазір, оның ішінде чип бар екеніне, менің уәһімім, менің ойым мынау жетіп тұр. Өйткені мына нәрсе, уәһім деген нәрсе, детальны кіретін нәрсе. Детальны кіретін нәрсе. Ал фәһім дейді, мына ақыл деген, түсінік дейді, фәһім дейді. Ақыл дегеніміз тек сыртқы нәрсесін көріп суреттейді, болды. Түсінікті ме?
А мына нәрсе деталь ішіне кіретін нәрсе. Яғни Аллаға ақыл да жете алмайды, яғни ақылмен суреттей алмайсың қандай екен деп, немесе уәһәм ішіне де кіріп қиялдай алмайсың дейді оны. Түсінікті ме? Алла ондай емес. Бәрі сен қанша былай деп те ойласаң, жаңа сияқты енді Алла сақтасын. Ақылмен суреттесең де, оймен қиялдасаң да, Алла, значит, ол әлемді қамтып тұрған болса, әлемді басқарып тұрған болса, Алла онда үлкен ғой, бір үлкен дүние ғой деп болмайды. Бәрібір Ахмад бин Хамбал не деп айтты? Тағы да басқа ғалымдарымыз, мәхмә тасауарты бибалик, фаллаху би хилафи залик. Сен қанша Алланы ақылмен суреттесең де, Алла ондай емес дейді. Ондай емес, қарама қайшы болады. Уәһәм дегенде түсініп алдыңыздар ма? Уәһәм дегеніміз деталь ғой, былайша айтқан, түсінікті ма? Деталь, ұсақ нәрселер. Яғни жаңа 1%-дан 49%-ға дейін. 50 болса күмән болады, арғы жағынан 100% болса ол ақыл, немесе оны фәһім дейді, түсінік деп айтады. Осы нәрселер. А сен енді Алланың қолы бар деген кезде, хақиқи қол бекіткен кезде, сен қайдан бекіттің оны? Сен ақылмен қалай жетіп тұрсың оған? Сен уәһәммен қалай жетіп тұрсың оған? Имам Тахауи айтты, жете алмайсың дейді оған. Дұрыс па? Тадар көресіз бе? Өйткені Алла Тағала не деп айтты? Ол аятул күрсіде келеді, мына Туха сүресінде де келеді. Валя юхайтуна бихи илма. Алла Тағаланы біліміңмен қамти алмайсың дейді Алла Тағала. Қанша жерден доктор, ғалым болсаң да, профессор болсаң да, Алланы қамти алмайсың. Түсінікті ме? Алланы қамти алмайсың. Енді ары қарай түсінікті болды ғой, бұл. Енді мына жерде айтады, әл-уәхму, енді имам Тахауидің сөзі ғалымдарымыз шарқ түсініктеме жазған ғой. Әл-уәхму жаңағыны айтып жатыр, ой, біз деп жатқан. Қуватун, ол сондай бір қуат, Алла Тағала өзінің пенделеріне берген. Фи нәфси, адамның нәпсінде болады, адамның өзінде болатын нәрсе. Дұрыс па? Әркімде қуатымыз бар біздің, жаңа Алла берген. Өйткені анаң ішінде чип бар екеніне мен жетіп тұрмын ғой, біліп тұрмын ғой, дұрыс па? Алла соны бізге берген да, сондай қуат. Тудрику биха, сол қуатпен адам жетеді. Әл-маани әл-джузият, сондай ұсақ түйек бөлшектерге дейін жете алады дейді. Алла сондай қабілет беріп қойған адамға. Ана ішіндегі кажы ұсақ түйекке дейін мен қай жерде тұратынын білемін. Егер маман болсам да, тек ана камерасының астында тұрады, чип сол жерде деген сияқты біліп отырамын да. Жаңа шетінде тұрмайды, ана астында тұрады деген сияқты. Өйткені көбіне айналысып қалсын, мысалы Ерасылдар постоянно алып шаша береді, уже жаттап алған бұлар, қай жерде не тұратын уже. Міне. Енді сол айтады, ана уәһәм деген нәрсеге ла тудрику бил хауас әл-хамса. Адамның 5 сезім мүшесі жете алмайтын жерге осы адамның уәһәмі жетеді екен. Айттым ғой жаңа. Мен чипті көре алам ба қазір? Көру деген бір сезім мүшем жете алмай жатыр. Ұстай алам ба қазір? Осы айтты, ұстай алмай, жете алмай жатыр ма? Жете алмай жатыр. Дәм татып көре алам ба? Жалап көре алам ба? Жоқ. Иіскеп көре алам ба? Жоқ. Ести алам ба? Жоқ. Яғни адамның 5 сезім мүшесі, айтыңыздар, қайсыған жетеді? Ақылға жете ма, уәһімге жете ма? Жоқ, ақылға жетеді. Данияра түсінбей алған сияқты қазір. Қараңыз, айтып жіберем, телефонды алайықшы, мысалы. Мысалға телефон ішіндегі детальдары ол уәһіммен болады, дұрыс па? Қараңыз, телефон ғой, телефон деп анық үкім айта аламын ғой, ақылмен, дұрыс па? Телефон. Өйткені толық телефон. Енді телефон ұстай алам ба? Көре алам ба? Көре алам, дұрыс па? Яғни сезім мүшесі жетіп тұр оған, дұрыс па? Онда мына не деп айтады? Ақылмен суреттеу деп айтады. Ақылмен суреттеу, ақыл оған жетіп тұр. Ақыл жете алмайтын жерге мынау жетеді деп тұрмын ғой, мынау жетеді деп тұрмын. Түсінікті ме? Өйткені ішінде чипке мен ақылым жетпейді, бірақ уәһәм жетеді менің, уәһәм жетеді. Ақыл деген не? Ақыл ол сырттай суреттейді, болды. Сырттай суретте айтатынмын. Так, 3 камерасы бар екен, анандай iPhone 17 дейді да телефон. Ол ақыл айтып жатыр оны, уәһәм емес бірақ.
Ал уахым, ақыл жетпейтін жерге уахым жетеді. Енді қараңыз, менің көзім жетпеген жерге ақыл жетеді ғой. Ақыл жетпеген жерге уахым жетеді, былайша айтқанда, мынау жетеді, мынау жетеді. Уахым дейтін сол екен, уахым дейтін сол. Түсініп алдыңыздар ғой, соны айтып жатыр. Өйткені 5 сезім мүшесімен қамти алмайсың дейді. Ал ақылда қамти аласың, бұда жоқ, ондай емес. Ка идроке мынау сияқты дейді, шажаату зайдин, зайдтың батырлығы іспеттес дейді. Зайдтың батырлығын ұстай аласың ба сен? Немесе батырлығын көзбен көре аласың ба? Иіспен де, дәмін де татып көре алмайсың, иіспен де иіскеп көре алмайсың, дұрыс па? Батырлығын, Бұл не болады? Зайдтың батырлығы, бұл уже ақылмен суреттеу емес, уахыммен қиялдау деп айтады. Түсінікті ме? Уахыммен қиялдау деп айтады. Түсінікті ғой, Сосын мынандай нәрсе бар, осыны бір айтып берейін. Жалпы Алла Тағала жисім емес, және жауһар емес. Жисім дегеніміз дене. Қараңыз. Әл-жерму. Бұл екіге бөлінеді. Әл-жауһару. Жауһар дейтін атом, былайша айтқанда бөлінбейтін дене. Мысалға, бір қарбыздың қабығын алып ал да, екіге бөлесің ғой. Бір бөлінген лақтырып тастады, бір бөлігі қалды ғой, соны тағы екіге бөл. Бөле бересің ғой до конца. Соңында бір бөлігі қалады. Бөле алмайсың, пышағың тайып кете береді, тайғанап кете береді. Бар ма ондай?